Енді бүгінгі алғашқы бөлімнің түйін сөзін Зейнолла Сәнек атындағы мәдениет қорының атқарушы директоры, Қазақстанның мәдениет қайраткері, ақын, ұстаз, баспагер Серік Әкрамұлы Қайтегіне беремін. Армысыздар. Зейнолла Сәнек атындағы атамыздың кабинетін шетелде қазақ әдебиетін ашқанда біз жоспарлағанбыз. Бұдан кейін осы Шәкәрім атындағы университетте осы дәрісхана арқылы шетелдегі қазақ әдебиетін зерттеуге және атамыздың шығармаларын ғылыми айналымға енгізуге тұрақты түрде, жоспарлы түрде қолдау көрсетіп, дәріптеуге, насихаттауға қол ұшын созып тұрамыз деп. Бүгінгі шарада сол бір жоспарымыздың бір келелі игілікті іс шарасы. Одан кейінде осы былтыр көктемде қойдым, Беріктан бауырым хат жазып, 10 студентке, Шәкәрім атындағы университеттегі 10 үздік студентке қордың атынан, басқа салада бар ғой деймін, арасында бар, тек қана әдебиетші емес, тілші емес, басқа мамандықтардағы үздік студенттерге қордың атынан 10 студентке әкеп шәкіртақы тағайындап кеткенбіз. Сондықтан біздің үнемі байланыстамыз. Бүгінгі жас ғалымдардың ғылыми ізденісіне өріс ашып, соларға қолдау көрсеткен университет басшылығына, Айбар ағамыз бастаған факультетке, оқытушы профессорлар құрамына Зейнолла Сәнек атындағы қордың атынан рахметімізді айтамыз. Апамыз дұғай Алатаудан сәлемін жеткізіп жатыр. Кеше ұшақтан күтіп алып, қағып алып, аяғымызды жерге тигізбей, Айман апай сізге рахмет. Ол соның бәрі ниет, көңіл, бәрімізде сол қазақтың жастары ғылымға қарай бет бұрыс екен, кітап оқыс екен, солар ізденсе екен, кешегі ақтаңдақтарды ақтарсы екен, бабаның сөзі ұрпақтың есінде сақталса екен деп қызмет етуге талпынып жүрміз. Біздің бүгінгі іс-шарамызға сонау Астанадан үнемі біздің қорымызды қолдап, бізге ақыл беріп жүретін Серік аға, сізге тәңір жарылқасын дейміз. Алла ұзақ ғұмыр берсін, денсаулық берсін. Араб ағамен танысқалы 30 жыл болыпты. Марқұм Тұрсынбек Кәкішев ағамыз Монғолияға Илья Жақановпен бірге, мен ол кезде студент едім. Осында жол жүріп бара жатқан кезде Араб ағамыздың үйіне келіп, алғаш осы Семейдегі ғалымдардың көрген бірі, сол кезде Сұлтанмахмұт Торайғырттан ғылым кандидаттығын қорғап бір белесті бағындырып атқан кезде 30 жыл болған екен, және есіме түсіресің. Аға, кабинетіңізді көрдік, ғылымдағы ізіңіз сайрап жатыр, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Бүгінгі біздің арамызда келіп, алтын уақытыңызды қиып, қолдау көрсеткеніңізге біз шын жүректен қуанып отырмыз. Мына Жетісудан Сайлау ағамыз келіп отыр. Қазір өзінің шәкірттерін осы біздің Зейнолла атамыздың шығармаларына, туындыларына ғылыми негізде айналдыруға тақырып беріп, қолдау көрсетіп жүр. Мұхтархан ағамыз біздің бір қордың ошақтағы өкілі десе де болады. Үнемі бізбен байланыста, ағайын ретінде, ғалым ретінде, жақсы тарихшы ретінде бағалаймыз. Ал енді Гүлжахан апай, құтты болсын. Жаңа кітабыңыз Алаштың астанасында келіп тұсау кесіліп, бұл кісіге көрсетпедік. Буып тиіп, жаңа өзі айтқандай бірден алып келдік. Бұл да бір ерекше тарихи сәт деп ойлаймыз. Біздің Жолдасбек Мәмбет ағамыз қорғаған Гүлжахан, жаңағы Дүйсен Гүлжахан ағам, енді сіздің кітабыңыз қазір енді тілшілер де қызығып жатыр. Мына тілдік тұлға, сөз төркіні, яғни этимологиясы, біздің атамыздың сөздері, керемет көп сөздері бар. Тіпті мына тұрақты сөз тіркестерінің өзін біз айтамыз, бірақ оның қалай шығып жатқанын түсінбейді екенбіз. Сондықтан тілшілер де қазір осыған көңіл бөліп жатыр, ғылыми жағынан жан-жақты зерттейміз деп жатыр. Яғни біздің ізі қалған, мәңгілік жолы қалған Зейнолла Сәнек ағамыздың ғылымдағы жолы ары қарай сіздер сияқты және жаңадан сүрлеуге түсе бастаған, соны із баса бастаған сіздер сияқты жас ғалымдардың арқасында болашаққа бірге бет түзей береді деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі байқауға қатысушы, жан-жақтан келген талапкер, ғылымға бет бұрған, қадам басқан сіздерге сәттілік тілеймін. Байқауымыз сәтті өтсін, еліміз аман болсын, Алаштың астанасы Абай облысы көркейе берсін. Біз Алатауда соған тілектес болып жүре берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Мынау Зейнолла атамыздың тағы бір аталмайтын қыры бар екен. Ол
балалар әдебиетінің Қытайдағы балалар әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына айрықша үлес қосқан екен. Атамыз да Шабандоз деген балаларға арналған әннің өлеңін жазған, өлеңде жазады. Оны кейін ақылды қарастырып, біз бақытты баламыз деген балаларға арналған әннің мәтінін жазған. Қазақ балалар ертегілері деген кітапты құрастырған. Сол еңбегі үшін 1983 және 90 жылдары Шинжаңдағы автономиялық район деп атайды. Соның озат балалар ғылыми қызметкер атағын алған. Ендеше атамыздың тағы бір балалар әдебиетінің, қазақ балалар әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан. Оны да келешекте ғылыми айналымға қосуға ниеттіміз.